Сұлулық тәрбиесі. Бұл өзінше бір ерекше тақырыптардың бірі. Біздің тұлғалық қалыптасуымызда, жалпы кемелдігімізде орасан зор үлесі бар тәрбиенің бір түрі. Жалпы өздеріңіз білетіндей, біз сол Мағжан атамыздың тәрбиенің классификацияларымен жүріп келе жатырық. Осы апта біз сұлулық тәрбиесі туралы сөйлесеміз. Бұл сұлулық тәрбиесі не және ол не үшін керек деген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бұл сұрақтарға жауап беру үшін осы бір саланың, жалпы педагогтардың бірнеше ой пікірлеріне тоқталайық. Мысалға Мағжан атамыздың сөзіне тоқталатын болсақ, ол кісі айтады, мынау сұлу сөз, нәзік үн, сондай бір түрден ләззат ала алу. Жанның толық қандығы, мақау емес болу дейді, жанның мақау болмауы. Осы бір заттар біздегі сұлулық тәрбиесінің көрінісі дейді. Яғни осы сипаттарға тән болатын болса бала, онда ода сұлулық тәрбиесінің бар болғандығы деген әңгіме. Сонымен қатар мысалға осы сұлулық тәрбиесі жанмен тікелей қатты байланысты жатқандығын аша түседі. Тағы бір осы саланың бір мамандарының бірі Виктор Франкл, енді көбінесе ол ересектерге жазған болса да, ол кісі не дейді, мына жанның мықтылығы, жанның саулығы оны концлагерьде аман-есен алып шықты дейді. Тәннің емес, басқаның емес, дәл осы жанның мықтылығы. Сонымен қатар белгілі Совет үкіметінің педагогы Сухомлинский не дейді, осы бір эстетика, осы бір сұлулық адамның жанның гимнастикасы дейді, гимнастика для души дейді. Қарашы, бұлардың бәрі осы сұлулықты, яғни эстетика тәрбиесінің бір маңыздылығын айта отырып, бұны бір ерекше орынға қойып отыр. Ал бүгінде біз оған қатты мән беріп жүрген жоқпыз. Енді бұл жерде біз мынандай бір заттарды түсінуіміз керек. Эстетика деген сөздің бір этимологиясына тоқталып көрейік. Грек тілінен аударған кезде бұл сезіну, қабылдау деген мағына береді екен. Жалпы сұлулық тәрбиесінің жалпы бізде не үшін керек екенін түсіну үшін мынандай бір бізге танымал бір сөзге тоқталайық. Үйрен де жирен. Бұл былайша айтқан кезде біздің кез келген педагогикамызды түйіндейтін бір-екі ауыз сөз ғана да. Үйрен де жирен. Егер кез келген адам осы бір үйрену қабілетіне және жирену қабілетіне ие болатын болса, онда біздің педагогикамыздың жетістікке, жеңіске жеткендігі. Енді алдыңғы аптада біз талқылаған ақыл тәрбиесі осы бір үйрену қабілетін беретін болса, яғни былайша айтқан кезде ақиқат пен шындықты, ақиқат пен жалғанды, өтірік пен шындықты ажыратуға мүмкіндік беретін болса, жирену дәл осы бір ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажыратуға мүмкіндік береді екен. Біз ата-ана ретінде кез келген ситуацияда баламыздың жаманнан аулақ болғанын қалаймыз. Сол үшін де оны жаңағы түрлі бір мақтаулар немесе мадақтаулар, тіпті кейде жазалау әдіс тәсілдерін қолданамыз. Ол жаманнан алыс болсын деп біз оны жаңағы түрлі әрекеттер жасап шектейміз. Бірақ мәселе бұл кезде Мағжан атамыз дейді, баланың фокусы сол жақсы мен жаманда емес, ақ пен қарада емес, сол бір шектеулерде болып кетеді дейді. Ал не деген сөз? Ертең өз бетімен тәуелсіз өмір сүре алатын тұлғаның пайда болмауында. Енді не деген сөз? Бұл бала өз тәжірибесі негізінде осымен жақсы мен жаманды ажырата алу керек. Осыны тани алу керек. Соның нәтижесінде таңдау жасай алу керек деген әңгімені айтады. Ал бұған, яғни ақ пен қараның арасында дұрыс таңдау жасауға көмектесіп, дұрыс ләззат алуға мүмкіндік беретін Мағжан атамыз айтпақшы, жақсылыққа ұмтылу, яғни әдемілікке ұмтылып, жамандықтан, ұқыпсыздықтан жиіркеніндіретін дәл бір заттың не? Ол осы сұлулық тәрбиесі екен. Сұлулық тәрбиесінің бірден бір атқаратын қызметі де осы. Бұл біз алдыңғы бөлімдерде тәрбие адамның скелеті деді, қаңқасы дейтін болдық. Дәл осы сұлулық тәрбиесі, оның бір осы бір эстетикалық скелеті, яғни осы бір жақсы мен жаманға қатысты тұрып беретін, қарсы тұрып беретін стержені десек те болады. Үйрен де жирен тақырыбын мынандай бір қарапайым мысалдармен ашып көрейікші. Біз ең бірінші мысалы дене тәрбиесі туралы сөйлестік. Бұл баланың қарапайым физикалық қабілеттері. Мысалы бала бір мәтінді оқи алуы, яғни көзінің көруі. Одан кейін біз ақыл тәрбиесі туралы айттық. Ол не деген сөз? Ол жаңа әріп тануы, оққан затын түсінуі, яғни үйрену қабілетіне келетін болсақ. Одан кейінгі бүгінгі біз айтып отқан сұлулық тәрбиесі, ол сол оққан затын түйсіне алуы, сезіне алуы, яғни ол жерде жазылған бір көмкерілген материалды бір жүрекпен қабылдай алуы. Мысалы бізде мынандай қазіргі қаланың балаларында көп болады. Олар бір көркем әдебиет оқу мүмкін, не бір материал оқу мүмкін. Ол жердегі мына табиғаттың сипаттамасы, не бір адамның бір портреттің сипаттамасын олар толыққанды сезіне алмайды. Я ауылдың баласы сияқты әріп тануы мүмкін, немесе одан жақсырақ тануы мүмкін, бірақ ол осы сезінуге келген кезде, түйсінуге келген кезде белгілі бір кезде жирену қабілеті қалыптаспайды. Сәйкесінше ненің ақ, ненің қара екенін де біле бермейді. Жалпы осы сұлулық тәрбиесі біздің бірнеше бір мынандай сипаттарға ие болады. Сұлулық тәрбиесі бірінші кезекте адамға жауапкершілікті береді.
Жауапкершілік дегеніміз не? Бұл өзің әрекетіңе жауап бере алу әрине. Бірақ мына жерде аша кететін бір мәселе бар. Жауап дегеніміз не? Мысалға, сені біреу ренжітсе, оған мейіріммен қарай алу, ең ешкім сенбейтін адамға сеніммен қарай алу деген сияқты бір көркемділіктің сипаттары осы бір шынайы жауап болып табылады. Осы бір жауапкершілікке дайын болу, ол осы сұлулық тәрбиесінің жемісі, нәтижесі. Мынандай бір мәселе бар, осы сұлулық тәрбиесінің бізге беретін біздің өміріміз міндет пен қалаулардан тұрады. Мысалға, біздің айталық міндеттеріміз бар. Әке-шешеміздің алдымызда бір белгілі міндеттер бар. Сонымен қатар біздің өзіміздің бір қалауларымыз бар. Өкінішке қарай осы бір екі зат бірін-бірімен қақтығысқа түсіп, біз үнемі екеуінің біреуін таңдау керек болып жатамыз. Мысалға, қарапайым тұрғыда отбасын құруда болсын, отан қорғауда болсын, әке-шешеңе қызмет етуде болсын, кәсіп істеуде болсын, сенің бір міндеттерің бар мойныңа алған, ер адам ретінде болсын, әйел адам ретінде болсын, әке ретінде болсын, ана ретінде болсын. Сонымен қатар сенің өзіңнің бір жеке қалауларың, қажеттіліктерің бар. Екеуі бірін-біріне қарсы тұратын зат сияқты болып көрінеді, не ме? Ал осы бір мәселені шешіп, екеуінің арасында баланс орнататын, бізге гармония беретін дәл осы сұлулық тәрбиесі. Сонымен қатар тағы бір мынандай айта кеткім келетін зат бар. Осы бір сұлулық тәрбиесінің нәтижесінде, яғни ақ пен қараны, жақсы мен жаманды ажырата алудың нәтижесінде бізде не пайда болады? Бізде қауіпсіздік сезімі болады. Яғни отбасының аясында, мысалы қараңызшы, отбасының бірден бір қызметтерінің бірі бала үшін қауіпсіздік орта құрып беру ғой. Баланың өзін қауіпсіз сезінуі. Бірақ бүгінде сіздер өздеріңіз бізден жақсы білесіздер, отбасы институты белгілі бір деңгейде дағдарысқа ұшырап жатыр, қауіпсіздік мүлдем сезілмейді, көп отбасылар ажырасып жатыр, көптеген балалар жарты отбасында немесе некеден тыс дүниеге келіп жатыр. Бұның бәрі сұлулық тәрбиесінің ақсап жатқандығының және оның белгілі деңгейде, тиісті деңгейде басымдылық бермей жатқандығының көрінісі деп білеміз. Сонымен қатар мынандай бір тағы бір қызық дүние бар. Адамның осы бір жақсы мен жаманды ажырата алмауы, сәйкесінше жаңа жауапкершілік немесе қауіпсіздік сезімдерінің болмауы, міндет пен қалауларының арасындағы балансының болмауы бізде белгілі бір деңгейде кедейлікке алып келеді дейді. Яғни сондай бір ойлау жүйесіне, кедейлік ойлау жүйесіне. Мен бұл жерде мына кедейлікті бір жақсы жаман деп жатқан жоқпын, бірақ былай салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, бізде бір ретсіздік, тәртіпсіздік, жүйесіздік көп зат осы бір кедейлікпен тікелей байланысты. Бұның бәрі осы бір сұлулық тәрбиесінің шикілігінен келіп шығатын болып тұр. Мысалға, біз айтуымыз мүмкін, біздің білім беру жүйемізде мысалға ақыл тәрбиесі өте жоғары орында деп айтуымыз мүмкін, мысал ретінде. Немесе біз жаңа түрлі рейтингтарда, олимпиадаларда көш бастап тұрмыз деп айтуымыз мүмкін. Бірақ осыған дейін қаншама педагог мамандармен, қазіргі заманғы халықаралық мамандармен сөйлескен кезде, олардың бірінші кезде сұрайтын көрсеткіштердің бірі ол біздің елдегі жасөспірімдердің арасындағы суицид. Өздеріңіз білетіндей, өкінішке қарай біз ол жағынан топ бастап тұрмыз. Бұл нені көрсетеді? Қайтадан осы сұлулық тәрбиесінің ең бір ақсап тұрған сала екендігін көрсетеді. 2018 жылы Гордон Ньюфилдпен кездескен кезде біздің білім беру жүйесінің аудитін жүргізген адам ретінде сіздердегі ең үлкен олқылық балалардың сезінуінің жетіспеуі дейді. Яғни сіздердің балалар білмейді емес, сіздердің балалар сезінбейді, түйсінбейді. Өздеріңіз көріп тұрғандай жирене алмайды. Яғни дәл осы эстетиканың сұлулық тәрбиесінің жетіспеуінде. Сонымен сұлулық тәрбиесі бізге не береді? Сұлулық тәрбиесі бізге ең басты беретін заты адам ретінде бізге ең жоғарғы құндылықтарды тануға, танысуға, соларды қабылдауға, өміріміздің былайша айтқан кезде бір маңызды бөлшегіне айналдыруға мүмкіндік береді. Келесі сабақтарда біз осы сұлулық тәрбиесі тақырыбына тереңдей түсетін боламыз және осы бір сұлулық тәрбиесін, сұлулық сезімдерін өркендетудің амалдарына тоқталатын боламыз. Іске сәт.